Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Кітапханамызға 3-ші тоқсанда мотивациялық, денсаулық сақтау, тәрбиелік мәні бар және экономикалық кітаптар келіп түсті. Жаңа кітаптармен таныс болыңыздар. Философия ғылымының докторы, психолог Роберт Маурердің «Өміріңді өзгертер қарыс адам. Кайдзен философиясы» атты кітабында әлемнің алпауыт компанияларын табысқа жетелеген кайдзен әдісінің негізі, қарыс адамдар құпиясы туралы. Өміріңіздің өзгертем десеңіз, сол қадамды жасаудан тартынбаңыз дейді. Автор кайдзен философиясын өз практикасында қалай қолданғаны, ол адамдарға қалай көмектескен туралы ой бөліседі. Миллиондаған тиражбен сатылатын психологиялық кітаптардың авторы Хэй Луизаның «Әйел даналығы» кітабында өміріңізді қалай жақсартуға болатыны туралы, өзін-өзі бағалау мен махаббат, ата-анамен және балалармен қарым-қатынас, байлық пен мансап жайында айтылады. Әйел даналығы бақытты өмір сүру нұсқаулығы. Дін саласынан өмірін исламның әмірі мен тыйымдарын үйренуге және үйретумен өткізген имам Ғазалидің «Бақыт формуласы» кітабы әлемге танымал туындысы. Өмірінің соңғы шағында жазылған бұл кітапта көркем мінез, иманды қуаттау, исламды өмір сүру стиліне айналдыру жайлы пайдалы мағлұматтар берілген. Халықаралық кәсіби коуч, жазушы, ойыңды өзгертіп, өз өміріңді өзгерт бестселлер кітабының авторы Камшат Бекжігітованың «Өмірдің мәні» атты кітабы өз тәжірибесінен алынған шындыққа негізделген. Кез келген тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуіне, өзін тәрбиелеу арқылы жеке басына қажетті, өзі қалаған қасиеттерін дамытуға болатындығы жайлы ой толғайды. Автор ойыңызды өзгертіңіз, өзіңіз өзгеріңіз деген өзінің төл сөзін тағы да қайталайды. Сондай-ақ балалар психологы Дэниел Сигелдің «Ақылды бала, баланың ақыл-ойын жан-жақты дамытудың 12 озық стратегиясы» атты кітабы бала миы қалай жұмыс істейтіні және даму барысында қандай кезеңдерден өтетіні, баланың тентектігі мен еркелігінің астарында не жататынын ашып түсіндіре отырып, осы бағыттағы ғылыми танымдық теорияларды түсінікті тілмен баяндайды. Құрметті оқырмандар, жаңа кітаптармен танысыңыздар, кітапханаға келіңіздер, оқыңыздар.